Саламатсыздар ма? Бүгінгі сабақтың тақырыбы жартылай өткізгіштердің электрфизикалық қасиеттері. Жартылай өткізгіштердің қасиеттері. Жартылай өткізгіштер өзінің электрлік қасиет жағынан өткізгіштер мен диэлектриктердің, мысалы германий, кремний арасынан орын алатын элементтер. Металдармен салыстырғанда жартылай өткізгіштер элексир тоғын аз өткізеді. Ол сәулелену кезінде жарық энергиясының ағымымен өзгере алады. Радиолампалармен салыстырғанда жартылай өткізгіштер құралдардың көлемі мен салмағы аз, электрлік және механикалық беріктігі жоғары болады. Олар ұзақ уақыт қызмет ете алады және электр энергиясын аз пайдаланады. Жартылай өткізгіштердің электрфизикалық қасиеттері. Электрондардың теріс полюстан оң полюсқа қарай қозғалатынын біз бұдан бұрын айтқанбыз. Яғни электрон бос ойыққа келіп орналасатын болғандықтан, ойықтар керісінше оң полюстан теріс полюсқа қарай қозғалады деп ойлауға болады. Жартылай өткізгіште сыртқы электр күштері жоқ уақытта және температура абсолюттік нөлден жоғары болғанда еркін электрондар үздіксіз пайда болып, артынан жоғалып отырады. Яғни, электрон өз орнын тастап шыққанда еркін электронға айналып, енді бос орынға ойыққа келіп орналасқанда жоғалды деп айта аламыз. Таза жартылай өткізгіште кез келген уақыт ішінде босаған электрондар мен ойықтардың саны бірдей болады. Олардың жалпы саны аса көп емес болғандықтан, оның электр өткізгіштігі өте аз. Сондықтан ол электр тоғын өте үлкен кедергі келтіреді. Сондықтан да оны мұндай жағдайда диэлектрик ретінде түсінуге болады. Жартылай өткізгіш тараған сайын оның меншікті кедергісі де жоғарылай береді. Температурасы 300 килоджоуль болған германийдің меншікті кедергісі π46 Ом см. Ал егер осы жартылай өткізгіште басқа элементтің атомдарының тіпті аз мөлшерін қоссақ, оның электр өткізгіштігі бірден артады. Қосқан атомдарымыздың құрамына қарай жартылай өткізгіштің электр өткізгіштігі электрондық және ойықтық болып бөлінеді. N типті қоспалы өткізгіштік. N валентті германия гей кристалл торының түйіндерінен 5 валентті фосфор π атомдарын өндірейік. Ковалентті байланыс түзу үшін фосфор атомының 4 электроны жеткілікті. Ал оның 5-ші электроны артық болып, бұл жылу қозғалысының нәтижесінде фосфор атомынан жеңіл үзіледі де еркін электронға айналады. Пайда болған артық 10 ион қоспа атомымен байланыста болғандықтан, тор бойында еркін қозғала алмайды. Еркін электрон сыртқы электр өрісі әсерінен тор ішінде өріске қарсы бағытта қозғалады. Сонымен қоспа атомының валенттігі негізгі атом валенттігінен бірге артық жартылай өткізгіштерде тоқтасушылардың бірақ түрі тек электрондар болады. Мұндай жартылай өткізгіштің электрондық өткізгіштігі болады да N типті жартылай өткізгіш деп аталады. Өткізгіштік электрон беретін қоспа атомы донорлар деп аталады. Жартылай өткізгішті диодтардың негізгі техникалық шамалары. Жартылай өткізгішті диодтардың сипаттамалары температураға тәуелді. Сондықтан оларды температураның шектеулі аймағында ғана пайдалана аламыз. Мәселен, германия диодтар үшін 60 градустан 70 градусқа, ал кремний диодтар үшін -60 градустан +120 градусқа шейін. Жартылай өткізгішті диодтар мына төмендегі шамалар арқылы сипатталады. Вольтамперлік сипаттама мегаампер, айнымалы тоқ үшін ішкі кедергі суретте көрсетілгенде, тұрақты тоқ үшін кедергісі, түзету коэффициенті, I тура тоқ дегеніміз диод арқылы тоқ көзінің оң полюсіне, сол полюсіне қарай, яғни оң бағытта жүретін тоқ. Қорытынды. Жартылай өткізгіштердің маңызды ерекшелігі. Онда қоспалар болғанда өзіндік өткізгіштікпен бірге қосымша қоспалық өткізгіштік болады. Қоспалардың концентрациясын өзгерте отырып, оң және теріс таңбалы зарядты тасымалдаушылардың санын едәуір өзгертуге болады. Ол атомнан оңай бөлініп шығып, еркін электронға айналады. Донорлық қоспалары бар жартылай өткізгіштер электрондардың көп санына ие болатындықтан, оларды N типті жартылай өткізгіш деп атайды. Ал акцепторлық қоспалары бар жартылай өткізгіштер кемтіктер, яғни π типті жартылай өткізгіш.
PN ауысудың қасиетін айнымалы токты түзету үшін пайдаланады. Оған арнап жасалған құралдарды жартылай өткізгіштік диод деп аталынады. Жартылай өткізгіштердің тағы бір қасиетіне онда жарық сәулесінің әсерінен электр қозғаушы күштердің пайда болуы жатады. Оның бұл қасиетін жарық фотоэлементтерін жасау үшін пайдаланады. Міне осындай жартылай өткізгіштердің көмегімен көптеген құралдар жасалынады. Оларға диод, түзеткіш диод, туннельдік диод, қарымта диод, варикап, стабильтрон, транзисторлар және тағы басқалар жатады. Осы құрылғылар техникада кең қолданыс тапты. Радиосигналдарды детекторлеу станцияларында, радиотехникада, электроникада, электр және радиоэлектрондық аппараттарда айнымалы токты түзету, детекторлеу, электр тербелістерін түрлендіру, электр тізбектерін ажыратып қосу үшін жалпы барлық техникада қолданылады. Үй тапсырмасы: диодтардың электрофизикалық қасиеттерімен танысу және оқу. Тест тапсырмасын орындау. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.